ұрпағын аялайтын, сұңқарын саралайтын, ер үшін туған ерлер жақсыны жағалайтын. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, арамды аямайтын, адалды бағалайтын. Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде дін сақшысы хабары. Бүгін бізде қонақта Алматы облысы Іле ауданы Ащыбұлақ ауылдық округінің мешітінің бас имамы Ақылбек Алтынсарих мырза. Қош келдіңіз, Алтынсарих. Қош көрдік, рахмет. Ақылбек мырза, алғашқы сұрағым болсын. Қазіргі таңда күйіп тұрған мәселенің бірі болып тұр ғой, өткеннен бері көріп біліп естіп жатқан шығарсыздар. Сонау батыс өңір жақта жаңағы жас баланы тепкілеп соққының астына алып, оған күш көрсетіп жатқандарды естіген шығарсыз. Сол жайында сізден сұрайын деп едім, мына қазіргі жастарымыз қатыгез болып бара жатқан жоқ па? Жалпы орынды сұрақ, өзекті мәселе. Бұл да бір бала тәрбиесі исламдағы үлкен рөл атқарады, ерекше маңызға ие. Себебі біздің қазақ баланы артындағы болашағы деп білетін халық, дана халықтың ұрпағымыз. Сондықтан баланың тәрбиесіне үлкен мән беріп, шамадан тыс қалдырмаған, назардан тыс қалдырмаған. Біздің шариғатымызда осы бала тәрбиесінде үлкен жауапкершілікпен қарауды үндейді. Себебі әрбір адам өзінің жауапкершілігіндегі нәрсеге жауапты екендігін білдіретін, екі дүниеде де жауапты. Сондықтан балаға барынша дұрыс тәлім тәрбие беру, ұлдарымызды иманды, қыздарымызды ибалы қылып тәрбиелеу бірінші кезекте тұратын мәселе. Сондықтан кешегі әлбетте хабарымыз бар, көзіміз көрді, әлеуметтік желілерден. Негізінде әр саланың өзінің мамандары бар. Оны көргеннен кейін де қоғамда түрлі пікірлер айтылып жатыр. Десек те қазақта сөз бар, шымшық сойылса да қасапшы сойсын деген. Әр нәрсенің өзінің мамандары бар. Заң бойынша заңның мамандары бар, тиісті органдар бар. Кез келген адамдың жағасынан алып жазалауға хақысы жоқ. Өйткені біздің мемлекетіміз зайырлы мемлекет. Заң бар, оған қарап отырған мемлекеттік органдар бар. Солар айналысып, солар өздерінің шешімін шығару тиіс негізінде. Ал рухани жағынан исламдағы бала тәрбиесі өте назардан тыс қалып қойғандығының бір көрінісі деп білеміз. Сондықтан бала деген нәрсе әрбір ата-ана үшін үлкен жауапкершілікпен қарайтын мәселе. Оған бейжай селсоқтық танытуға болмайтындығының бір дәлелі. Осы бала тәрбиесі деп жатыр ғой, қазір одан да бөлек әлеуметтік желіні ашып қалсаң, баласын соққының астына алып, бөтен біреу емес, өзінің әке-шешесі әлеуметтік желіге салып, оны ұрып соққанын көрсетіп жатыр. Балаға жүрегінде ауырып келеді. Оған бұл бала психологиясына жасалған үлкен соққы деп ойлаймын мен өз басым. Қаншама адамдар Құдайдан перзент сұрап жатса, кейбіреулер ол перзентіне разылық қылмай, керісінше ұрып соғып, аяусыз боқтықтың астына алып жатады. Бұл енді шүкірі аз адамның әрекеті деп ойлаймын өз басым. Осындай ата-аналардың әрекетінен кейін, осындай жаңағындай ата-аналардың әрекетінен кейін, жаңағы ұрып соққан балалар сияқты қатыгез балалар дүниеден сондай балалар тәрбиеленіп шықпайды деген кімге біледі? Әлбетте дұрыс. Негізі біздің дініміз мейірімділікке негізделген, кешірімділікке негізделген, жанашырлыққа, қамқорлыққа негізделген. Біздің шариғатымыз, Құранның аяттары да, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның хадистері де әрбір адамзат, тек қана баласына емес, кез келген адамзат баласына мейірімділікпен, ізгілікпен, жанашырлықпен, қамқорлықпен, кешірімділікпен қарауға шақыратын біздің шариғатымыздың, дініміздің негізгі қағидалары. Міне осындай негізгі адами қасиеттерден айырылып қалатын болса, әлбетте адамның бойында келеңсіз жаман қасиеттер орын алып, қатыгездік,
орын алған жерде қоғамда келеңсіздіктер пайда болатыны ақиқат. Өкінішті әрине. Негізінде қазіргі қоғамда осы мәселені көбірек қозғау керек, көбірек қолға алу керек. Мейірімділікті насихаттау, жанашырлықты насихаттау, бауырмалдық, бір-біріне деген қамқорлық, жанашырлық таныту деген нәрселерді өзіміздің ұрпағымызға, жастарымызға сіңіретін болсақ, біздің алатын асуымыз әлі де жетерлік. Жетістіктеріміздің көп белестерін бағындырамыз, ақиқат нәрсе. Сондықтан жастарымызға осы мейірімділік жағын, жанашырлық жағын, қамқорлық жағын көбірек насихаттап, көптеген басқосуларда, көптеген кездесулерде осы нәрселерді айтып насихаттап, жастарымыздың бойына сіңіріп отыратын болсақ, онда біздің жастарымыздан үлкен үміт күтуге, болашаққа сенуге, зор сеніммен қарауға болады. Ақылбек аға, жаңа айтып отырмыз ғой, бала тәрбиесі деп жатырмыз. Өзіңізде әр жасқа келдіңіз, бала тәрбие отырдыңыз, бауырларыңыз бар. Баланы қалай тәрбиелеген дұрыс? Қазіргі әкелерге үлгі болсын, жас әкелерге ұрып соғу, болмаса бет алды боқтау, әлде оны басқалай тәрбиелеу керек? Кез келген университет болсын, кез келген білім ордасы болсын, ол қанша білім бергенмен ата-ананың берген біліміне еш уақытта жетпейді. Сондықтан ата-ананың рөлі өте үлкен. Баланы дүниеге шыретіп келген уақыттан бастап тәлім тәрбие берумен айналысу керек. Тәлім тәрбие беру үшін әуелі соған өзі сәйкес болу керек. Өзін өзі дұрыстайтын болса, қазақта сөз бар, ұяда не көрсең, ұшқанда соны жасайсың дейді. Екінші бір қазақтың жақсы бір даналық сөзі, даналық мақалы, баланың қылығы дүзде дейді ғой. Баланың қылығы дүзде. Бұл да үйде сенің көзіңше әдемі болып отырғанмен, ата-анасының көзінше әдемі болып отырғанмен, сыртқа шыққаннан кейін ол басқаша қылық көрсетеді, басқаша мінез көрсетеді. Сондықтан осындай бір келеңсіздіктің, қатыгездіктің алдын алу үшін балаға тек қана материалдық тамақпен, киіммен қамтамасыз ету ол жеткіліксіз. Оған мейірім керек, оған жанашырлық керек, оған аялы алақан керек, оған жылы сөз керек балаға. Сонда ата-ананың мейірімін сезім өскен бала, ол еш уақытта басқа біреуге қатыгездік танытпайды. Ал балаға қатыгездік таныту ол үлкен қателік. Құндылықтардың негізінде біздің ата-бабаларымыз әу баста қаймағы бұзылмай тұрған уақытта өзінің ұрпағына жас кезінен бастап баланы жастан деп бекардан бекар айтпаса керек, жас кезінен бастап имандылыққа, қазақи өзіміздің салт-дәстүріміздің барлығын бойына сіңіретін болсақ, әлбетте біздің алар асуларымыз әлі де жетерлік болар еді. Осы сұхбатқа келісіп, өзіңіздің ой пікіріңізбен бөліскеніңізге сізге көп алғысымызды айтамыз. Келесі эфирлерде тағы да осындай тақырыптарды талқылайтын боламыз. Құдай қаласа. Аман болыңыз. Рахмет. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз аяғына жақындады. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.